Жалғыз кемпірдің жалғыз баласы жалғыз гүлін көтеріп шықшы эле, эми азыр стилин дагы, дилин дагы, тилин дагы өзгөртүп комуз көтеріп чыгыптыр. Анда кеп кезеги сиздерде. Улан Токтосунов, Жакут Сыдыков. Айтышқа келдім сүйінші, ең ақырқылардан бірінші. Сахнаны шаңға бөлөйін, мен бүгін сайратып қызыл тілімді. Ей бәле. Мен 42 жашқа шыққаннан кейін ақындығым білінді. Ей бәле. Құдайым өзі бергені, Қырғыз елдағы көргені, 42 болу саныбыз 42-ші болып Жакут келгені. Анандағы 42 жашқа шыққанда, анан үшінтіп маңдайыңда соғып тұрам термені. Арнаймын елге сүйімді, ой қуанып тұрам бүгін ұшындай көрген күнімді. Білбеймін иним сен неге келдің, мен 1 миллион сом ақша алып бүтіріп алсам бы деген үйімді. Білбеймін шайтан азғырат, бірақ періштелері жақшырақ. Бол ырчылар депутат болып кетіп атат, маға ақ үйге барғы чақты ақын болған жақшырақ. Атың кім? Атың болса уланым, жаныңда сенің тұрағым, қаяқтан болосың айтып қойшы қағылайын шырағым. Гөлдөн. Гөлдүктөргө чыгып біз көрдүңөргө өлдүк біз. Қағылайын бірінші олу айтышқа чыгып сыразыдана өлдүк біз. Бирок біз баягыдай болуп оштук нарындык болуп бөлүнбөй. Біз эми баарыбыз эле өлдүк біз. Азыр да коюңуз. Birinci жолу çıktım айтышқа, айтышса менне жаманбы. О, тедиякта олтурган Амантай байкем айтам саламды. Мен силер менен айтышам деп атсам не коркуп кетип калган балаңбы. Эмитиги Жеңишбек дегенди табамбы. Жанагы Идирис деген алып келбейсиңер балаңды. Бул баланы тааныбайт экем, ошентсе дагы айтамын баарыңарга. Силер айткан саламды. Мен бүгін о туғандар жылдыздай болып жанамбы. Барыңарға ызық салам айтамын. Тоголок молдо чоң атамдын айылынан. Тоголок молдо деген айылдан топ жыйынга саламды. Анан мен көп эле ырдай бербей, бул балага да очерет бере саламбы. Анан бат эле бүтүп калаткан убактыңар кийин кайра бирке аламбы. Сен Ой айланайым байекең оң айтпастан сөздің ұрасын. Арғайсы кептің айтып томындан ала барман тұрасың. Сені таныбаймын деп айттың. Анда көрсөтөйін мен сізген ақындықтың дой қыласын. Айтыша бергім байеке мені танып эмне қыласың. Ой, мынан ақындардың байеке қатарына қошылдың. Ақын болып сен дағы қатармаң ой отырдың. Емің иніңді байеке сыйлағын иніңді байеке тыңдағын. Айтышқа келгенден кейін сен ала бармандой қылбағын. Ой, бұл қудыл жан жүжер емес. Жақшылап оң ырдаң еліңе, ырдап еліңе, байке рамкаңан бүгін шықпағын. Ей бәле, баракелде. Мына айтты. Ой, ушындай айтыш өтөбің мындай ағайын қырғыз ел келбей, қары жашы дой тең келбей, ақындарда тұрбайбы мындай ағайын қырғыз ел, ырдабай тұрбайбың ағайын қырғыз ел көрбей. Андан айланайын байекең ырдайлымында жалпыға апқарыбай термелбей. Анан өзіңізді көргенге сүйініп тұрам аябай. Кечеки құйручук менен байеке шаршен ақын тирилип келгенде. Ей бали, баракелде. Сөзді ойды жиындықтаңыздар. Еми тоголок молдоң атабыз барыбыз толғонуп айтып той жатамыз. Ойлоп олтурсак атабыз
14 жашка чыкканда жетим калган атадан, жетим калып атадан Музо айтылууң акын комузчу Музоокенин колундан өсүп жашаган, Музоокеден баталган эң улуу кыргыз элинде урматтуу болуп атанган, Тыныбектен баталган Тынбай угуп Манасын, ошол Манасты бүтүндөй жаталган. Агайын элге кылып эмгегин суурулуп чыккан катардан. Салтың нарктуу кыргызга ошондо сабаттуу болуп